Қазақстан полициясының 30 жылдығы мен бірлік күніне орай ішкі істер органында еңбек етіп жүрген қазақ тілді өзге ұлт өкілдері бас қосты. Еліміздің әр өңірі мен ұлттық ұлан көліктегі полиция департаментінің мамандары қазақ тілінде өзара ой бөлісіп, мемлекеттік тілді қалай меңгергендерін айтты. Тілді табысты меңгеру үшін тілдік орта қажет. Қайда жүрсем де жолдастарыммен, бейтаныс адамдармен де қазақша сөйлесуге тырысамын. Осы арқылы тілімді жаттықтырамын. Тілді білгеннің пайдасы орасан зор. Достарым көбейді, ақпарат пен жаңалықтар қолжетімді болды. Өзімді рухани бай адам ретінде сезінемін. Тіл халықтың мәдениетін, болмысын айшықтап, одан әрі дамытудың маңызды құралы. Әр қазақстандық азамат мемлекеттік тілді, қазақ тілді оқып үйренуге міндетті. Мен оны терең түсінемін және алған бақытымнан таймаймын. Татулық тәуелсіздіктің тірегі деп аталған дөңгелек үстел мемлекеттік тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдеріне қолдау көрсету. Мемлекеттік тілдің мәртебесі мен маңызын насихаттаумен қатар ішкі істер органдарында тілдік ортаны қалыптастыруды мақсат тұтады. Сіздерді бір жерге жинап, бір-бірлерімен таныстырып, ертең сіздер осы туды ары қарай көтеріп алып кетсеңіздер, бұның өзі бір үлкен үлес болады. Біздің ертең болашақта сервистік модельге көшіп, елдің көңілінен шығып, дұрыс қызмет етудің өзіне. Біздің ана ішкі істер органдарын имиджін көтеремін деп, мына мемлекеттік тілін дамытамын деп отырған қызметкерлермен бірге келіп отырсыздар. Бұл өте маңызды шара. Ішкі істер органдары үшін және де өзіміздің болашағымыз үшін бұл зор мағынасы бар деп ойлаймын. Шара барысында қатысушыларға мемлекеттік тілдің қолданысын кеңейтіп, үйренуге деген ықыласы, қазақ тілінің мәртебесін арттыруға және Қазақстан Республикасы ұлттары арасында татулық пен ынтымақтастықты нығайту ісіне елеулі үлес қосқан үшін Ішкі істер министрлігі басшылығының грамоталары мен алғыс хаттары табысталды. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің грамотасымен марапатталсын. Атырау облысының полиция департаменті, Атырау қаласы полиция басқармасы, номер 2 қалалық полиция бөлімінің кезекші инспекторы, полиция майоры Кожевникова Надежда Алексеевна. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін.